Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздердің осылай менің арнамды қолдап, видеоларымды соңына дейін қарап, тіркеліп лайк басып, комментарий жазып отырғандарыңызға алғысымды айтамын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бауыр пирогымен бөліскім келіп отыр. Әлде арнама тіркелмеген болсаңыз, менімен бірге болып арнама тіркеле отырыңыз. Пирогымызды дайындау үшін ең алдымен бауырымызды шандырларынан бетіндегі пленкасынан тазалап аламыз. Бетіндегі пленкасының шетін сәл қолмен немесе пышақпен көтеріп жіберсеңіздер, пленкасы ашылып алынып тасталынады. Тазартылған бауырды мясорубкадан өтетіндей етіп турап алып, оны мясорубканың майда сеткасынан өткіземіз. Бауырға чесноктың да дәмі шықсын деп 2 бас чеснокты ашып, оны мясорубкадан бауырдан кейін өткізіп жібердім. Тартылған бауырымыздың үстіне 1 жұмыртқамызды жарып салып, оған шамалы сүтімізді қосып, тұзымызды салып, қара бұршымызды, дәміне қарай қара бұршым салып, сұйық майын құйып араластырып аламыз барлығын бірге. Барлығын салып араластырып алғаннан кейін үстінен примерно 100 грамм ұнымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Дайын болған массамызды блинный пісіретін табамызға чұқалап құйып, блинный пісіреміз. Бауырдан пісірген блинларыңызды осы видеодағындай алып жасаңыздар. Сонда блинларыңыз жыртылмайды және күймейтін болады. Ары қарата пирогымыздың арасына жағатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған пияз және сәбіз қажет. Сәбізімізді терканың жіңішке жағынан өткізіп аламыз. Және пиязымызды майдалап, кубиктап тураймыз. Туралған пиязымыз бен сәбізімізді қызып тұрған майда қуырамыз. Ең алдымен пиязымызды салып алып, оны қызартып қуырып, үстінен сәбізімізді саламыз. Жақсылап қуырылған салмамыздың үстіне тұзымызды, дәміне қарата қара бұршымызды салып, әрі қарата қуырамыз. Әрі қарата арасына жағатын майонезімізді дайындаймыз. Ол үшін маған жарты пачка майонез керек және чеснок қажет. Майонезді ыдысымызға салып алып, оның үстінен чесногымызды теркадан өткізіп саламыз. Әрі қарата пирогымызды жинастыратын боламыз. Оған жаңағы пісірілген блинларымызды тарелкамызға салып, оның үстінен майонезімізді жағып, майонезімізді көбірек қылып жағамыз. Майонез көбірек болған сайын пирогтарыңыз дәмді болады және жұмсақ болады. Осылайынан барлық жеріне жағып аласыздар да, оның үстінен жаңағы қуырылған салмасын жағып шығасыздар. Мұнда менде бір блинным үзіліп қалды. Мен сол блиннайды қайтадан орнына жалғастырып, арасына салып жіберейін деп тұрмын. Сіздер де солайынан жасап көрсеңіздер болады. Әрі қарата бір блинный майонез және салмасын салып, осылайынан барлығын бір жерге жинастырасыздар. Біз барлығын жинастырып болдық.
Енді осының бетіне әсемдік үшін жаңағы арасындағы подливін ғана жақсаңыздар болады, немесе жұмыртқаны қайнатып, соны теркадан өткізіп бетіне сепсеңіздер де болады. Көріп тұрғандарыңыздай бауыр пирогымыз осындай жұмсақ болып шықты. Біз деген сразу істей салып жеп алдық. Өте керемет, прям ауызда еритіндей болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.